Салем достар, біз бүгін шеберханада жұмыс жасаймыз. Анаңа арнап бүгін ағаштан қобдиша жасаймыз. Кеттік бабам. Алақай, өз қолымызбен жасаймыз. Алдымен ағашты өлшейміз, кесеміз, қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Сен маған бір жағын ұстап көмектес. На жерім ба? Құлыным сол, келе ғой. Сендер шаршап қалған шығарсыңдар, қымыз ішіп алыңдар. Ішіп алыңыз, әкесі. Рахмет, анашым. Мен сізге тосын тез жасаймын. Қандай сыйлық? Сәл шыдай тұр, көресің. Әкешім, мен де ұрып көрейінші. Мен жасай алдым. Жарайсың бабам. Кішкентай шебер екенсің. Анашым, бұны өз қолымызбен жасадық. Бұл кімге, маған ба? Я сізге. Жаңағы тосын сыйларың ба? Саған. Кән ашып көрейікші, ішіне әшекей бұйымдарын салып қоятын болдым. Рахмет, балам. Рахмет саған. Ең жақсы еңбек, махаббатпен жасалған еңбек. Ағаштан үстел, орындық, сандық жасауға болады. Және осы кесені ата-аналарыңызға көмектесіп жүріңіздер. Кездескенше.